Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Кешіктірілген өмір синдромы. Жақында естіген әңгіме. Базардан аяқ киім сатып алған қарияның оқиғасы мені қатты таң қалдырды. Ол сатып алған аяқ киімін бірден ауыстырғысы келеді, бірақ әйелі қасарып тұрып алады. Ақымақ болма, күнделікті киетін киім болады, және мерекеге киетін киім болады деп дауласып кигізбей қояды. Қарт қатты ренжиді, үйлеріне қайтып келіп, ас дайын болғанша демалып жата тұрайын деп жатады. Бірақ сол күйі тұрмайды. Ол дүниеге жүріп кетеді. Әйелі оны жерлейді, бірақ табытқа аяқ киім бермейді. Себебі олар жаңа ғой. Тек күйеуі әр түнде оған келе бастайды, және оны ашкөздік үшін айыптай береді. Бір танысым бала кезінде әжесіне қалай ренжіп қалғанын айтып берді. 7 жасар ол көктемгі демалыста әжесіне қонаққа келіп, алма тосаптарын ашуын өтінеді. Бірақ әжесі ашпайды. Ол 2 аптадан кейін болатын мерекеге алма штруделін жасау үшін сақтап қойғанын айтады. Бала жылап үйіне қайтып кетеді, бір жақсы жері жақын көрші ауылда тұрған екен. Әжесі 2 апта өмір сүрмеді. Жаназасы кезінде алма тосабын құмырасымен көршілерінің бірі ұрлап кетті. Тағы бір туыс әпкесінің жәшігінде тоқылған көйлегі бар. Ол саған ұнай ма? Өте. Ендеше киіп ал. Уақыты келеді. Өзіме тән құмарлықпен қабірге барғанда кигеннің түкте қызығы жоқ екенін айтып әуремін. Қазір әдемі болып киіп ал көшеге шыққан әлде қайда жақсы. Бірақ ол, сен өмірдің иісін сезініп үлгермедің дейді. Атанам бірнеше жылдан бері шипажайға барудан бас тартып жүр. Олар ауырып дәріні уыстап ішеді. Бірақ емдеу курсынан өтіп, радон ванналарын қабылдауды жөн деп санамайды. Бұған әкемнің елде соғыс болып, шығыста адамдар қырылып жатқанда өз денсаулығын қарауға ұялатындығы себеп. Досым кейде атышулы шпротты есіне алады. Анасы оны мега тартымды бағаға алып, жарамдылық мерзіміне қарамай, мерекеге сақтап қояды. Уақыты жетіп мерекелік дастархан жайылып тұрғанда, шпрот бүлінген. Жеуге жарамсыз болып шығады. Мектепте оқитын қызына арнап анасы иіс су тығып қояды. Не өзі қолданбайды, не қызына бермейді. Қызына көрсетіп иіс кетіп қайтып тығып қояды. Әлі саған ерте. Мектеп бітіргенде беремін дейді. Қызының есінде керемет хош иісі қалады. Күндердің бір күнде ол иістен шығып кетеді. Қызы мектеп бітіреді, жоғары оқу орнын аяқтап күйеуге шығып кетеді. Балал шағалы болып кеткен қызы бір күні анасының үйіне келеді. Кездейсоқ әлгі иіс суды тауып алады. Иісі бұзылған, жаман ашы болып кеткен. Құтысының сыртына ағып қатып қалған ақ жолақтар жазуы көрінбейді. Тағы да бір осындай оқиға. Бір әйел финетігін кезекке тұрып қиналып, барлық ақшасын жұмсап, қымбатқа сатып алады. Үйіне алып келіп қызына кигізіп көреді. Керемет жұп-жұмсақ, жып-жылы былғары етік. Әдемілігін айтсаңызшы. Кішкене ғана өкшесі бар. Қызының аяғына құйып қойғандай жараса кетеді. Кигісі келіп қиылып тұр. Бірақ әйел кигізбейді. Әлі ерте. Мектеп бітіргенде саған сыйға тартамын деп тығып қояды. Қызы мектеп бітіргенде береді. Бірақ аяғына сыймай қалған, тар. Оның үстіне модасы ескірген. Қызы кимей қояды. Көрші әйел ауласындағы бақшада арам шөп жұлып жүр. Оның шаршаған қатулы қабағына қарап, бәрі дұрыс па деп сұрадым. Жас кезінде үй салуды армандап, балаларын өсіріп, әр қайсысын ұядан ұшырып, өзі жұмыстан қолы босағанда, зейнетке шыққанда, әдемі көйлек киіп қыдырып жүретінін жоспарлағанын айтты. Осының бәріне қолы жеткенде қартайып күші кетіп, енді ештеңе керек болмай қалды. Әдемі көйлекте кигісі келмейді, ешқайда барғысы да келмейді. Осылай шалбар киіп алып, үйдің жұмысын әлі жасап жүр. Оның үстіне жас кезінде жұмыс басты болып, көп ешкіммен араласпаған. Енді қайда барады, көйлекті қайда киеді. Ол демалуды да білмейді, әдетке айналдырмаған. Кешіктірілген өмір синдромы өте ыңғайлы. Оған жасырынып, іс-әрекетке және шешім қабылдауға құлықсыздықты, қорқыныш пен жалқаулықты ақтай аласыз. Балалар өскенде, жаз келгенде, жұма кешінде, дүйсенбіде, 1 қыркүйекте, демалыстан кейін немесе соғыс біткенде, әйтеуір бір нәрсені күтіп жүресің.
Таңертеңнен бері кешті күтеміз. Кешке жаңа таңды күтеміз. Сәнді дастархандарды, жағымды жылы сөздерді, жақсы ойлар мен армандарды кейінге қалдырамыз. Ең жақсы мүмкіндікті, қолайлы сәтті, айдың бірінші күнін күтіп жүреміз. Біз жастықты кезінде сүрмей, кәрілікке қалдырамыз. Өмірдің дәл қазір өтіп кетіп жатқанын естен шығарамыз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.